осы жұрт пошташы Жаманқұлды кім деп ойлайды өзі? Қит етсе, кешігесің деп зіркілдейді. Олар менің қазір темір тұлпарыммен желмаядай жортып келе жатқанымды көрсе ғой шіркін. Өй, мұнау патша қайтеді, Қарай көр бәлем, шамасына қарамай мені шаңғап тұрмақ. Сені басып озбасам, Жаманқұл боп неге жер басып жүрмін? Қорықтың ба бәлем? Тух, әзер жеткенде құйрығын ұстатпай кеткенін қараш. Бәлем, есемді енді сенен алармын. Баш Жаманқұл педальды, қоянды қамыс жігітті намыс өлтіреді. Оздым ау әйтеуір. Еркексің Жаманқұл. Ой, мынауың оқалақ деген өгіздей ғой өзі. Пәтшағар, 4 тонна дегенің қанша еді? Велосипедім екеумізді көтер алар ма екен? Қой, Жаманқұл ондай ақымақ емес. Көпірден құлап мерт болғанша өзенді кешіп өтей. Тәуекел түбі жел қайық! Ойбай! Терең екен ғой мынауым. Ой, велосипедім қайда? Темір тұлпарым. Кәдімгі аяқпен тебетін самокат. Дөңгелегі де бар. Алыс жүруге қолайсыз-ақ екен. Мейлі енді. Жаяу қалсам не істер едім? Қап, мынау айдың тас төбемді бедірейіп шыныма тигенін қараш. Тап мен бір ұрлық жасағандай жап-жарық боп тұрғанын мазақтай ма? Соңынан қалмайды өзі. Жаманқұл сенен озам дейді. Пішту, қолыңнан келсе озарсың. Артқа қарай кетсем екен, сонда ол не істер екен? Мен сені жолсызбен жүріп адастырайын. Бір жоқты бат. Мұнау бағана өзім жоғалтқан велосипедім ғой. Айдан озғанды енді көрсетеді пошташы Жаманқұл. Қойш, сенде осы не шаруам бар менің? Ауылдағы пошта жәшіктеріне кеп тоқтаған Жаманқұл сөмкесін ашқанда байқады. Су тиген хаттардың жазулары оңып кетіпті.
Ой, Жаманқұл, енді қайттың, тезірек хаттарды ақтара салып, ауыл адамдары көрмей тұрғанда келгеніңізмен жөніңе зылт енді. Пошташы Жаманқұл келіпті. Манамнан хат күтіп жүреді. Ей, Жаманқұл, мына хаттарда не жазылғанын қалай білеміз енді? Енді не істедік? Бұны енді өзің оқы. Өзің оқы. Қайда қаш бұрасың? Тоқта, Жаманқұл, тоқта. Жаманқұлға да жан керек. Алдартына қарамай қашты Жаманқұл. Темір тұлпарына қамшыны басты Жаманқұл. Сонда бар ғой. Айда оған ілесе алмай қалды. Алаңғасар Жаманқұл есі шығып, қатты қорыққан сонша айдан озып кеткенін сезбей қалды. Айдың онымен жарыспағанын қайда білсін Жаманқұл.